Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Ардақ Байқадамқызы. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай шапка тоқып үйренетін боламыз. Менің видеоларым ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Ал ендеше бастаймыз. Alize Superlana Maxi жібі, номер крючок 7 номер, 1,5 моток жіп кетеді. Ең бірінші воздушный петлядан бастаймыз. Бізге 45 воздушный петля керек. Ең бірінші өзіңізге ыңғайлы тәсілмен осылайынан бір петля жасап аласыздар. Одан кейін 45 воздушный петля көтереміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, осылайынан 45. 45 воздушный петля көтеріп алдым. Енді бір воздушный петля подъемға, одан кейін крючокқа накид ілемізде. Бірінші, екінші петляға, біріншіні тастап, екінші петля, осылайынан крючокта 3 петля. Енді осынау крючокқа іліп алған жібімізді мына екеуінен өткіземіз. Крючокқа накид ілдік. Одан кейін келесі петляға крючокты өткізіп, мынаяқтағы жұмыс жібіміз тартып шығарамыз. Енді осы жұмыс жібімізді мына жердегі алдыңғы 2 петлядан осылайынан өткіземіз. Қайтадан крючокқа накид ілемін. Одан кейін мына жердегі петляға өткізіп, жұмыс жібімді тартып шығарамын. Крючокта 3 петля. Мынау қазіргі ілген петляны алдыңғы 2 петлядан өткізіп жібереміз осылайынан. Накидпен соединительный жасап жатыр. Крючокқа накид ілеміз. Өткіземіз, осылай тартып шығарамыз. Крючокта 3 петля, екеуінен біреуін өткіземіз осылай. Накид ілемін. Келесі петляға өткізіп, жұмыс жібін тартып шығарам. Крючокта 3 петля, алдыңғы 2 петлядан соңғы іліп алған петляны өткіземіз. Осылайынан мына жақта 10 петля қалғанға дейін тоқимыз. Мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Осы жерге маркер қадап қойсаңыздар болады. Осы маркерға дейін тура осылайынан тоқып келеміз. Маркерға жеткен кезде тоқтадым. Енді осы жерден маркердағы петляны былайынан соединительный, жай ғана соединительный жасаймын. Ешқандай крючокқа накид ілмедім, жай ғана соединительный осылай жасаймыз. Одан кейін бір воздушный көтеріп, маркерді алып тастасақ болады енді. Бір воздушный көтеріп, кері қарай айналдырамыз. Крючокқа накид іліп, мына жерде қараңыздар, мынандай косичка бар. Одан кейін мына жағында тағы косичка бар. Енді осының мына жеріндегі бір ғана петлядан, мына жақтағы косичка емес, үстіндегі косичканың бір ғана петлясынан тура бағанағындай етіп, осылайынан тоқимыз. Крючокқа накид ілеміз, бір ғана косичкаға өткізіп, жібімізді тартып шығарамыз. Алдыңғы 2 петлядан мынаны өткіземіз осылай. Осылай аяғына дейін тоқып шығамыз. Мынау косичкасы пышный болып, осылай резинка сияқтап тоқылып шығады сонда. Енді аяғына дейін осылай тоқып шығамыз. Соңғы жағына қарай келдім. Соңғы петлялар осылай тоқимыз. Соңғы петляны тек қана біреуінен ғана емес, екеуінен 2 петлядан өткізіп тоқимыз. Осылай. Одан кейін бір воздушный, қайтадан кері қарай жүреміз. Бұл кезде де бірінші бастаған, бірінші петлямыз ғой. Крючокқа накид ілемізде тура осы екеуінен бірдей өткіздім мына жерде. Бастағанда, аяқтағанда осылай екеуінен бірдей өткіземіз.
Одан ары қарай уже міне бір ғана петлядан мынау біздің шапкамыздың шеке жағы, мынандай қайырылып тұратын жағы бар ғой, сондай жері. Ал мынау бізде макушкасы. Осы жағынан қайырылып тұратын жеріне келген кезде соңғы петлясы мен бірінші басталған петлясы осылай бірден екі петлядан іліп алып тоқимыз. Ал қалған жердің барлығын міне бір ғана косичкадан осылайдан іліп алып, осылай тоқып кетеміз. Аяғына дейін, мына жерге дейін тура осылай тоқып келеміз. Бұлай қарай қалай тоқылу керектігін көрсетемін. Мына жерде соңғы петля. Бұл жақта, мына макушка жағында екеуден ілмейміз, тек қана міне біреуден жасап алдық. Енді қараңыздар, қайтадан крючокқа накид ілемін. Мына жақтағына қалдырып кеттік қой, бағана біреуін тоқыдық, сонымен аяқта 9 тұрған. Осының 9-шысын іліп аламыз. Тура алдында қалай тоқыдық, тура солай тоқимыз соединительный накидпен. Одан кейін тағы бір петля жай ғана накидпен тоқимыз. Ешқандай көтеріп алмаймыз, накидсіз тоқимыз. Міне жаңағына жерде накидпен тоқыдық, енді жай ғана соединительный накидсіз. Одан кейін крючокқа қайтадан бір воздушный көтереміз, кері айналдырамыз, крючокқа накид ілеміз. Міне біріншіні тастап, екінші петляға крючокты өткізіп, бір ғана косичкадан міне накидпен соединительный накид ілдім, өткіздім, жібін тартып шығардым, екеуінен бірден өткіздім. Міне осылайнан аяғына дейін тоқып шығамыз. Накид іліп шығардым, соединительный накид іліп шығардым, соединительный. Осылай аяғына дейін тоқып келеміз. Мына жерде ең соңғы мына петляда біреуінен ғана емес, екеуінен бірдей, міне мына жақтағы екеуінен бірдей тоқитын боламыз. Міне соңғы жағында бір ғана петлядан емес, мынандай бір петлядан емес, мына жерде екі петлядан аламыз. Екеуінен өткіздім. Одан кейін тартып шығарамын. Одан кейін олай қарай соединительный. Бір воздушный петля, жұмысын кері айналдырам, қайтадан крючокқа накид. Крючокта кейінгі бірінші тастап, одан кейінгі екінші, міне екеуінен бірдей, мынандай біреуінен ғана емес, екеуінен бірдей өткізем крючокты, одан кейін тартып шығарамыз осылай. Ары қарай крючокқа накидлемізде тек қана бір ғана неден, міне бір ғана петлядан осылай тоқитын боламыз. Мына жағына дейін осылай тоқып келеміз. Мына жерге дейін қараңыздар, қандай пышный узор шығып жатыр. Косичка өрілген. Мені макушка жағына келдім. Бір ғана петлядан соңғы несі. Қайтадан крючокқа накидлем. Енді мына жақта қалдырған воздушный бар ғой, сол жерге накид ілдім. Соединительный накидпен жасадым. Одан кейін тағы да бір соединительный накидсіз. Осылайнан мына жақтағы петляның бәрін қосып тоқып кететін боламыз. Крючокқа бір воздушный, одан кейін қайтадан кері қарай накид ілеміз. Бір ғана петлядан соединительный накидпен. Осылай аяғына дейін тоқимыз, мына жерге дейін. Соңғы жағына келдім. Соңғы жақта әдеттегідей екі петлядан бірден өткіземіз. Соединительный, бір воздушный петля, кері қарай айналдырып, бастаған кезде де тағы да міне екеуінен бірдей өткізіп, соединительный жасаймыз. Одан кейін крючокқа накид іліп, бір ғана петлядан ары қарай накидпен соединительный. Бұлай қарай мына жерге дейін тоқып келеміз осылай.
Соңғы жағына қарай келдім. Мына жерде бір ғана петлямен аяқтаймын. Одан кейін крючокқа накидлеймін да мына жаққа қарай түсемін. Бірінші петляны накидпен соединительный жасаймын. Одан кейін жай ғана соединительный. Бір воздушный, кері қарай айналдырып, крючокқа накидлеймін, бір ғана петлядан өткізіп, накидпен соединительный. Аяғына дейін тура осылайынан тоқып шығамыз. Осылайынан барып, мына жерде әдеттегідей 2 петлядан, одан кейін бастаған кезде де 2 петлядан, одан кейін тек қана бір петлясынан мына жаққа дейін келеміз. Мына жаққа қарай келдік. Бірінші петля накидлеймін, мына жерге соединительный накидпен жасаймын бірінші петля. Одан кейін екіншісін жай ғана соединительный накидсіз. Мына жерде бізде бір ғана петля қалды, осылай қалу керек. Одан кейін бір воздушный, кері қарай айналдырамыз. Накид іліп, бірінші тастаймыз, екінші петляға бір ғана косичкасынан осылайынан накидпен соединительный. Накид ілеміз, біреуінен іліп шығарамыз, соединительный. Осылай аяғына дейін тоқимыз, одан кейін кері мына жақ бетіне дейін қайтып келеміз. Соңғы бір петляны тоқу үшін. Соңғы бір ғана петля бар, осы жерге келдік. Енді осыны тек қана жай соединительный, ешқандай накид ілмей, жай ғана соединительный. Одан кейін бір воздушный, кері қарай айналдырамыз. Накид іліп, бірінші петляны тастап, екінші петляның тек қана бір ғана петлясынан өткізіп, соединительный, накидпен соединительный. Осылай аяғына дейін тоқып шығамыз. Бізде осымен бір клиніміз аяқталды. Аяғына дейін тоқып шығамыз осылай. Осындай, жаңа қалдырған жерде 10 воздушный петлямыз осылай тоқылып шықты. Қиғашынан осылайнан біз тағы да 3 клин тоқуымыз керек. Бізде бір клин аяқталды. Шапканы бітіп қайырылып тұратын жағы, макушка жағы. Осылай қайырылып әдемі болып тұрады. Тағы да бір клинін көрсететін боламын тоқып. Тура мына жерде қалай тоқыдық, ол жерде де тура солай тоқимыз. Енді макушка жағынан санап аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10-шыға маркер қадап қоямыз. Мына жерден бастап, мына маркерға дейін бағанағы көрсеткендей етіп тоқимыз. Бір воздушный, кері айналдырамыз, крючокқа накидлейміз. Мына жерде басталған жерде бірден екеуіне өткізіп, накидпен соединительный. Одан кейін накид ілеміз, тек қана бір ғана петлясынан осылай соединительный. Накидпен соединительный. Маркерға дейін осылай тоқып барамыз. Маркерға келдім. Енді осы жерде соединительный. Накидпен емес, жай ғана соединительный. Біреу ғана жасаймыз. Мына жақта 9 қалды. Крючокқа накид ілеміз. Кері қарай тура жаңағындай соединительный накидпен мына жағына дейін, одан кейін қайтадан осы жағына дейін тоқып келеміз. Оның бәрін енді подробнее көрсетпей қояйын. Тура алдыңғы қатарларда қалай тоқылды, солай тоқып өтетін боламыз. Қайтадан осы жерге келген кезде осыны 9 петляны қалай тоқылу керектігін көрсететін болам. Макушка жағына келдім. Мына жерде менде 9 петля қалған. Енді бұл жерде крючокқа накидлейміз. Бір петлядан осылай бірінші петляны накидпен соединительный жасаймыз. Екінші петляны жай соединительный жасаймыз. Накидсіз. Одан кейін бір воздушный,
кері қарай айналдырамыз жұмысымызды. Әдеттегідей накидпен соединительный аяғына дейін тоқып шығамыз. Мына жағына дейін барып, қайтадан мына жаққа қарай келеміз. Мына жерде бізде міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петля қалды. Осылай әр тоқыған сайын екеуден кетеді, соңында бір ғана петля қалады. Бастағанда бір петлямен, аяқтағанда бір петлямен аяқтаймыз. Мен макушка жағына келдім. Бірінші петляда накид ілемін. Накидпен соединительный бір рет. Одан кейін тағы да жай соединительный міне. Ешқандай накид ілмедім. Бұл жерде бізде міне 1, 2, 3, 4, 5 петля қалды. Крючокқа накид ілеміз. Кері қарай айналдырып, әдеттегідей міне крючоктан кейінгі бір петляны тастап, одан кейінгі петлядан тек қана бір ғана косичкадан іліп алып, соединительный тоқимыз накидпен. Аяғына дейін осылай тоқып, қайтадан кері тура осы жерге дейін осылай тоқып келеміз. Мені макушка жағына келдік. Біріншісі бізде накидпен соединительный бірінші петляға. Одан кейін екіншісі жай соединительный. Мына жерде бізде 3 петля қалды. Бір воздушный көтереміз. Жұмысымызды кері айналдырып, мына жағына дейін барып, қайтадан осы жағына дейін тоқып келеміз. Әдеттегідей соединительный. Накидпен накид ілеміз. Крючоктан кейін біреуін тастап, екіншісіне бір ғана петляға өткізіп, осылайнан накидпен соединительный тоқимыз. Қайтадан макушка жағына келдік. Міне бақта 3 петля. Біріншісі накидпен соединительный бір петля. Одан кейін жай соединительный. Ешқандай накид ілмейміз. Мына жерде бір ғана петля қалды. Одан кейін крючокқа накид воздушный ілеміз. Одан кейін кері айналдырып, ары қарай тура алдындағы қатардағылай тоқи береміз. Біреуін тастап, екіншісіне бір ғана петляға соединительный накидпен. Осылай аяғына дейін тоқимыз. Одан кейін қайтадан осы жағына қарай келеміз. Соңғы бір петляны тоқитын боламыз. Макушка жағына келдім. Ең соңында менде бір ғана петля қалды. Бұл жерде ең соңғысын жай ғана соединительный, бір ғана петлясынан соединительный тоқимыз. Басында бастаған кезде 10-шы петлядан бастадық қой. Сол жерде бір ғана петляға соединительный бастадық. Одан кейін қатарларда біреу накидпен соединительный, одан кейін жай соединительный болған. Енді ең соңында мына жерде жай соединительныймен қатарда аяқтаймыз. Мына жерде қалдырып кеткен 10 петляның бәрін қосып тоқыдық біз. Енді бір воздушный көтереміз де, кері қарай айналдырып, әдеттегідей накид ілеміз. Одан кейін бірінші петляны тастап, екінші петлядан бастап, соединительный, накидпен соединительный. Аяғына дейін осылай тоқып шығамыз. Сонда бізде екінші клиніміз аяқталады. Барлығы бізде бастапқыда 45 воздушный петля көтерген біз. Мына жердегі петляңызда соңғысын тоққаннан кейін аяғына дейін мына жерге дейін 45 болып қалу керек. Бізде осылай екі клиніміз толық аяқталып шықты. Осындай клиннен тағы да екеу тоқимыз. Сонда барлығы 4 клин. Мына жерде қараңыздар, узор былайынан созылады негізі. Как резинка іспеттес қой, узор. Тура осындай екі клин тоқимыз тағы да. Мына жақтан, міне, макушка жағынан 10 петля санап қалдырасыздар, маркер қадайсыздар, сол жерге дейін мына жақтарда қалай түсіндіріп көрсеттім. Тура солайынан қайталап тоқып отырасыздар. Одан кейін бірге біріктіріп төбесін тігетін боламыз. Осылай бізде 4 клин тоқылып шықты. 1, 2, 3, 4. Енді осыны біріктіретін боламыз. Қарап аласыздар, екі жағында да узор бірдей. Бірақ мындай жіп қосқан кездегі
мына жағын, например, ішке қарай қаратамыз. Сол үшін қазір біріктірген кезде мына жағы іште қалып кету үшін осылайынан алып аламыз. Мына жақта тұр менде жібім. Енді біріктіріп тігеміз. Крючокпен жасаймын. Бір ғана петлясынан өткіземін мына жердегі ең бірінші. Одан кейін мынадан мына петляны тартып шығарамын осыдан. Ары қарай міне әр петлядан біреу, мына жақтан біреу аламын. И мына жақтан тоже біреу. Жұмыс жібімді тартып шығарам екеуінен де. И мына жақтағы петлядан да тартып шығарам. Біреу, мына жақтан да біреу. Мына жерде, мынау соңғы көрініп тұрады өзі, бір ғана петля. Одан кейін мына жерде мынау 1, 2, 3, үшінші неден мынандай косичкадан біреуінен ғана. Осылайынан аяғына дейін тоқып шығамыз. Қатты тартпай, қатты бос қылмай. Мынау оң жағымыз біздің. Осылайынан мынау соңғы петляға дейін, екі жақта да соңғы петлясына дейін осылай тоқып келеміз. Сосын мынау төбесіндегі макушкасын жабатын боламыз. Міне аяғына дейін тігіп келдім. Мына макушкасы ғана қалды. Енді осы жерде жіпті сәл ұзынырақ қылып кесіп аламыз, міне. Одан кейін аяқтан өткізіп біріктіреміз де. Мына жерлерден инемен өткізсеңіздер де болады, немесе крючокпен осылай мына жібімізді өткізіп шығамыз. Төбесін жинағанға. Өз төбесінде кішкентай ғана ашық тұрады осылай. Енді осын тартамыз, міне. Қатты тартып, мына екеуін байлап. Мыналарды жасыра саламыз. Міне төбесі бізде жабылды. Енді оң қаратамыз. Мына жаңағы тіккен жеріміз арт жағы болады. Осылай шықты. Қазір сантиметрмен өлшеп көрсетемін. Биіктігі қанша сантиметр болған. 35 сантиметр міне. Бұлай қайырып. Осылай киеміз. Осындай шапқа шықты. Егер қайырмай жай ғана тоқимын десеңіз, онда воздушный петляны азайтасыздар. Мына жерде менде 45 воздушный петля. Осының алдындағы сөгіп тастаған шапкам 50 воздушныймен тоқып көргем қалай болады екен деп. Ол прям үлкен болып кетті, мына жағы чересчур биік болып кетті. Үлкен кісілердің басына осы 45 воздушный тура болады деген ойдамын. Қазір қызым басына кигізіп көрсететін боламын. Мен видеоларымды лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.